десек те бүгін әлді бір сынап қал. Жұмада бастап жауған ақ жауындай төгейін таңдайымнан жыр шумақтар. Нөсерлеп жер айызын қандырғандай бұл ринат болған жайды қылсын ақпар. Жақында телеарнаның барлығынан елбасы ерлік қылды ыржывақтар. Көрерменнің сұрағына жауап берді дегендей мені де бір шынсынақ қал. Бірақ бір шалдар ауылына шақырды да талай істер айтылды жыршымақтар. Бәрі де сылап сипап сөйлей салды, лаулай алмай қалды ғой шыншыл оттар. Қаншама ызбандап ем ала алмадым, телефон дегенің бір қырсығақ дәл. Мен түгіл бүкіл Семей жет алмапты, сонан соң деді маған бір сұрақтар. Елімнің көкейінде халық қойған, әлі де қойылмаған мың сұрақ бар ай. Айтылмай қалған мың сұрақ көкірегімді кернейді. Шырылдатсам шындықты, мынау жұрт қалай сенбейді. Қазақстан бай болғанмен қызығын қазақ көрмейді. Шалқиды шала қазақтар, ал қара қазақ терлейді. Елімдегі көп кемісті елбасым қашан жөндейді. 200 мың теңге айлықты прокурор сотқа бергенше, мұғалім менен дәрігер, көп балалы ата аналар соларға неге бермейді? Байытқан менен шендіні одан ештеңе өнбейді. Ал мұғалімдер алатын 10 мың теңге айлыққа әкімдер киген тондардың бір түймесі де келмейді. Дәрігерлердің айлығы қайыршылардың 5 күндік табысы менен тең дейді. Осының бәрін ескермей біздің ел қайтып өрлейді. Бастық біткенге бәрібір қаншама айлық берсең де жымқырып жүріп жемжейді. Оларға тіпті бір тиын бермей қойсаң да өлмейді. Елді басқарған ағалар осыны неге көрмейді? Жандары жүдеп жабыққан тарыққандарға нарықтан неліктен көңіл бөлмейді? Ашындырмасын халықты, бір күні жұртқа қой дейді. 70 жыл көнген қорлыққа, зорлыққа енді көнбейді. Айлайын жалғанға жаным менің құмар емес. Мен әлі тілім үшін қылам егес. 13-ке толса дағы бозбал елім, дұрыстап оның тілі шығар емес. Қытайша сайрап жүрген қазақтарға қастерлі ана тілі жұғар емес. Қазақтың тілі жылап жатқандығын тасбауыр қаны жоқтар ұғар емес. Жақында бір заң шықты сұры жаман, қылатын болашақты сірә делес. 3 тілді қатар білсін депті үкімет, болып тұр біздер үшін бұда белес. Қалжырап жатса дағы қазақ тілі, тоқпағы жоғарының тынар емес. Туасап жаттайтындай жаны қалмай ағылшын орыс тілі құран емес. Бірнеше тіл сыйдырар бір ауызға, қазақтар қарашы бар жылан емес. Ал енді Мұхтар-ай, мен біраз арқаңды сенің байқайын. Қазақтың кең даласын өлеңмен шолып қайдайын. Айт десең тағы да Мұхтарым, аралымды да айтайын, семейімді де айтайын. Бұл елдің талай даласы, экологияның аумағы, қаптап кеткен дерттерден бойымызда зардап қаулады. Біреуге бұл да ғой пайдалы, денсаулығы мен адамның жасап отырай сауданы. Ауырған ағайындарды 6 мың соммен алдады. Талай шенеунік ағалары бұдан да пайда қармады. Адам құқығын қорғайтын болса да қанша заңдары түк қолданбай отыр ғой. Инвалидный үкіметтің заңдарының тармағы іліп алды ғой қазақты.